Шымкентте 17 қабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінде өрт шықты. 50-ден астам адам эвакуацияланды. Сәлеметсіз бе, шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Шымкентте 17 қабатты тұрғын үйде өрт шықты. 10-шы қабаттағы пәтерлердің бірінде ас үй, кейін лоджия өртенген. Бұл туралы Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметіне сілтеме жасаған. kaz.nur.kz хабарлайды. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі мәліметіне сүйенсек, бүгін дүйсенбіде Қонаев даңғылында орналасқан 17 қабатты тұрғын үйде өрт шыққан. 10-шы қабаттағы пәтерлердің бірінде ас үй өртеніп, кейін жалын лоджияны да шарпыған. Оқиға орны. Фото: Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі. Тұрғын үйдің 10-шы қабатында алаңдағы ас үй мен лоджия өртенген деп хабарлады төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі өкілдері. Өрт сағат 14:48-де сөндірілген. 2 адам құтқарылып, 50 адам баспалдақ арқылы өздігінен эвакуацияланды. Көз жұмғандар не зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі әзірге белгісіз.